Павлодар облыстық мәслихаттың депутаты Гнела Капян өңірдегі жол құрылысы саласындағы ең ықпалды кәсіпкерлердің бірі. Оған тиесілі аза жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2016 жылдан бері 172 миллиард теңгеден астам сомаға 303 мемлекеттік келісім шарт жасаған. Компанияның басшысы әрі жалғыз иесі депутаттың өзі. Кәсіпорын Павлодар қаласында тіркелген және битум, бетон, құрылыс материалдарын өндірумен, мұнай өнімдерін өңдеумен, сондай-ақ жол мен автомагистраль салумен айналысады. 2021 және 2024 жылдары компания 1 миллиард теңгеден астам салық төлеген. Биылдың өзінде аза бірнеше ірі жобаларды ұтып алған. Павлодар қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімімен Назарбаев даңғылы, Жібек жолы және Мәшһүр Жүсіп көшелерін жөндеу бойынша 3 келісім шарттың жалпы құны 1,3 миллиард теңгеден асады. Ал 2024 жылдың соңында компания дәл осы мекемемен 1,8 миллиард теңгеге тағы бір келісімге қол қойған. Бұдан бөлек, Қазавтожолмен арадағы 2 келісім шарттың құны 16 миллиард теңгеден асады. Олардың бірі Астана, Шідерті, Павлодар, Успенка бағытындағы 22,5 шақырым жолды жөндеу мен салмақ өлшеу жүйесін орнату 8,4 миллиард теңге. Екіншісі Ленинский, Ертіс, Русская Поляна тасжолын жөндеу 7,9 миллиард теңге. 2025 жылы компания Железин ауданындағы Железинка, Веселая Роща, Мыңкөл жолын жөндеу жобасында 1 миллиард теңгеге алған. Осылайша бір жыл ішінде депутаттың компаниясы облыстық және республикалық деңгейдегі ең ірі жол жобаларының негізгі орындаушысына айналды. Ол өзі сол бюджеттің жұмсалуын қадағалауға тиіс адам. Саясат пен бизнестің осылайша тоғысуы ашықтық пен әділдікке қатысты маңызды сұрақ туғызады. Егер мұндай жағдайлар бақылаусыз қалса, мемлекеттік нарық бәсекелестік алаңынан гөрі өзара байланысқан топтардың ықпал кеңістігіне айналуы мүмкін.